Дүниені өзгертуге емес, өзіңді өзгертуге ұмтыл. Сол кезде айналаңдағы адамдарға, жағдайларға көзқарасың өзгереді. Жақсылық жасаудан жалықпа. Ол міндетті түрде бір күні саған қайта оралады. Адамды сыртына қарап емес, жүрегіне қарап бағала. Уақыт өте, сыртқы сұлулықтың мәні жойылады, ал жан сұлулығы мәңгі қалады. Адамды сыртына қарап емес, жүрегіне қарап бағала. Уақыт өте, сыртқы сұлулықтың мәні жойылады, ал жан сұлулығы мәңгі қалады. Жастарға жол беруді үйрен. Әрбір буынның өз уақыты бар. Қартайғанда сол уақытты сыйлап, жастардың дамуына мүмкіндік беру маңызды. Өмірде бәрі өзгереді. Адамдар, жағдайлар, сезімдер. Тек өзгеріске қарсы тұру емес, оны қабылдай білу керек. Көбірек күліп, аз ренжі. Өмірдегі ұсақ түйекке мән бермеуді үйренсең, өмірдің жеңілдеу болатынын байқайсың. Шүкір етуді ұмытпа. Қандай жағдай болмасын, сенің қолыңда бар нәрсе үшін әрқашан риза бол. Көп нәрсені біліп, аз сөйле. Даналықтың белгісі сөзді үнемдеп, қажет жерде ғана айту. Қартайған сайын естеліктер қымбат бола түседі. Сол себепті әрбір сәтті есте қаларлықтай етіп өткізуге тырыс. Өткенге өкінішпен қарау бос әурешілік. Өткенді өзгерте алмайсың, тек бүгінгі күннің қадірін біл. Әр адамның өз тағдыры бар. Оны өзің қалағандай емес, сол тағдырдың жазуымен қабылдау керек. Бақыт сырттан емес, ішкі дүниеден табылады. Жаның тыныш болса, сыртқы жағдайлар қаншалықты қиын болса да, бақытты бола аласың. Жас болу дененің күшімен өлшенбейді. Жанның жастығы маңызды. Жаны жас адам әрдайым өмірге құштар. Ашумен қабылданған шешім ең үлкен қателікке апарады. Сол үшін қиын жағдайда да сабыр сақтауды үйрен. Қымбат дүниелерден гөрі адамға берілген шынайы көңіл, мейірім маңызды. Қартайғанда адамдар жан жылуын ғана іздейді. Өзіңді өзгеге дәлелдеудің қажеті жоқ. Өзіңе деген сенім мен ішкі тыныштық бәрінен жоғары. Уақыттың қадірін ерте түсінген жөн. Босқа кеткен уақыт қайта келмейді. Сондықтан әрбір күнді мағыналы өткізуге тырыс. Адамдарды түсінуге тырыс. Үкім шығаруға емес. Әр адамның өз өмірлік тарихы бар. Молшылық қуаныш әкелмейді. Шынайы бақыт қарапайым өмірдің өзінде. Жас кезде жақындарыңмен көбірек уақыт өткіз. Уақыт өтіп, олармен өткізген сәттерің тек естелікке айналады. Өзгелерге үнемі жақсылық ойла. Қызғаныш пен өшпенділік тек өзіңе зиянын тигізеді. Көп жылдар бойы жинаған білімің мен тәжірибеңді өзгелермен бөлісу адамгершіліктің көрінісі. Бала кезден армандайтын нәрселеріңді ұмытпа. Кәрілік келгенде де арман мен мақсаттар болуы керек. Бақытты болу үшін көп нәрсе керек емес. Өзіңде барды қанағат тұтқан кезде ғана нағыз тыныштыққа жетесің. Өмірдің әрбір қиыншылығы сабақ. Одан үйренсең, өмірдің шындығын түсініп, даналығың артады. Өмірдегі басты құндылық мейірім мен қамқорлық. Бұл қасиеттер қартайғанда саған еселеп қайтады. Қарттық өткеніңді қорытып, болашақ ұрпаққа тәлім-тәрбие беру кезеңі. Жасаған ісің мен айтқан сөзің келер буынға үлгі болсын. Ешқашан тым кеш емес. Қартайғанда да жаңа нәрсені үйренуге, қызығушылық табуға болады. Өткеніңе ризашылықпен қарау нағыз бақыттың кілті. Өмірде болған жақсылықтарды еске алып, олардың қадірін білу керек. Қарттық өзіңмен көп уақыт өткізіп, ішкі әлеміңді тыңдайтын кезең. Уақыт ең үлкен байлық. Оны бекерге жұмсама. Өзіңе және жақындарыңа арна. Денсаулық кәріліктегі ең үлкен құндылық. Сондықтан денең мен жаныңды жас кезде күтіп, қамқор бол. Қателіктер өмірдің ажырамас бөлігі. Оларды мойындау рухани өсу мен кемелдікке жетудің белгісі. Өмірдегі кез келген нәрсені бақылауға алуға болмайды. Кейде ағынға ілесіп, тағдырға сену керек.
Ең бастысы жүрегіңнің жас қалуы. Адамды кәрілік емес, рухтың әлсіреуі қартайтады. Өмірдің әр кезеңі өз сыйын береді. Кәрілік даналықтың шыңы. Оны қабылдап, одан ләззат алуды үйрен. Сабыр мен төзім кәріліктің серіктері. Көп нәрсеге байсалдылықпен қарап, асықпай әрекет етуді үйрен. Өткенге өкініш білдірудің қажеті жоқ. Әрбір тәжірибе өмірдің берген сыйы. Басқалардан күтетін жақсылықты өзің істе. Сол кезде айналаңдағы әлем де жақсарады. Қартайған сайын қарапайым нәрселердің қадірін білесің. Bir шыны шәй, табиғат көрінісі, жақындарының күлімсіреуі. Өзіңді қамқорлықпен мейірімге бөлеп, күн сайын жан тыныштығын сақтауға тырыс. Өмірдегі кішкентай қуаныштарды бағала. Өміріңді мәндетеді. Қателіктеріңді кешіруді үйрен. Өзіңді кінәлап, өмір сүрудің орнына, оларды өмірдің бір бөлігі деп қабылда. Өткеннің ауыртпалықтарын тастап, бүгінгі күннің қуанышын қабылда. Өзіңнің ішкі дауысыңды тыңдап, жүрегіңнің айтқанына құлақ ас. Жасың ұлғайса да, арман мен мақсаттарыңды жүзеге асыруға ешқашан кеш емес. Адам өмірінің мәні қарым-қатынас, мейірімділік пен достықта. Бақыт жақындарыңмен бірге өткізген сәттерде, өткен естеліктерде жасырынып жатыр. Кәрілік уайым емес, даналықтың, сабырлықтың және тәжірибенің кезеңі. Өмірде көп нәрсені біле алмайсың, бірақ әрдайым ашық жүрекпен өмір сүруге тырыс.